Қайырлы күн барлықтарыңызға, берекелі асхана арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын қоюлатылған сүтті, яғни сгущенканы жасауды үйретемін. Құпиясымен бөлісемін. Енді дүкеннен сатып алмасаңыздар да болады. Осылай жасап беріп, балаларыңызға түрлі тәттілерді жасап шаймен ұсынуға болады. Ендеше арнаға жазылып, лайк басып, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Біз бастаймыз. Алдымен газге қоюға ыңғайлы ыдысымызға сүтті, яғни 1 литр сүтке 350 грамм қант қосып, отқа қоямыз. Алдымен орташа отқа қойып, қанты ерігенше және де сүт қайнағанша орташа отта тұру керек. Содан кейін сүтіміз қайнаған соң орташа оттан төменірекке түсіріп, 5-10 минут сайын асты жабысып қалмау үшін араластырып тұруымыз қажет. Біраз уақыт өткеннен кейін осылай араластырсаңыздар, байқағандарыңыздай қоюлана түседі және де осылай көпіруі мүмкін, немесе қаймақ түсуі де мүмкін. Және де осындай 35 минут қайнағаннан кейін консистенцияға келеді. Сосын менде барлығы осы 1 литр сүтпен 350 грамм қанттан 430 граммдай сгущенка шықты. Енді ол іртіктері толық кетпеген болуы мүмкін. Сондықтан оны миксермен немесе блендермен жақсылап араластырып алуымыз қажет. Мен барлығы 5 минуттай араластырдым. Сіздер де солай жасасаңыздар. Одан кейін 1 сағат холодильникте тұрса, осындай сгущенка пайда болады. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып, каналға қолдау білдірулеріңізді сұраймын, және де барлық қолдауларыңызға рахмет.